Қайырлы күн, қадірменді қонақтар, академияның оқытушылық, профессорлық құрамы, шығармашылық өкілдер. Бүгін біздің Темірбек Жүргенов атындағы Қазақтың ұлттық өнер академиясында көріп отырсыздар. Қазақстандағы шығармашылық оқу орындарының 3 ректоры сіздермен әдейі арнайы бас қосып отырмыз. Осыдан 3 күн бұрын біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың керемет рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласының заңды жалғасы іспеттес ұлы даланың 7 қыры деп аталатын мақаласы жарыққа шықты. Бұл шын мәніндегі тарихи мақала, уақытында дүниеге келген мақала. Сондықтан бүгін осы мақаланы сіздермен біздер бірге отырып ортаға саламыз ойымызды. Ол одан кейін хатқа түсіріліп ел президентіне жіберіледі. Себебі осы жұма күні ғана Астанада үлкен алқа мәжілісі болды. Оларда мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы арнайы бәрімізге не болатындығын, қалай болатындығын оны түсіндірді. Мен қазір арнайы сөз сөйлеймін. Себебі жоғары оқу орындарындағы профессорлар осы мынау ұлы даланың 7 қыры деген мақаладағы дүниелерді іске асыратын негізінен біз өнер адамдары. Мақалада көрсетілген дүниелердің барлығы өте орынды. Қазір Айман Қожабекқызы да, Арман бауырымыз да, Бибігүл Ахметовна бастаған өнер қайраткерлеріміз ортаға саламыз. Дегенмен соның алдында мынау бізде тек қана актер, режиссер, дизайнер, суретшілерді ғана дайындап қоймайды, бишілерді. Сонымен бірге енді біздің Айман Қожабекқызы еліміздің ең маңдайалды скрипкашысы, үлкен кәдімгі көрнекті музыкантшы. Сондықтан кеше мынау қазақтың біртуар азаматы, ұлы дирижер шын мәнінде Төлепберген Әбдірашевтың рухына арнап өзінің жеке концертін қойды, үлкен халықаралық фестивальдің шеңберінде. Сондықтан бұларда да кафедра меңгерушісі Артур Оренбургский болып табылатын. Бізде де жаңағы аспапта орындаушылық деген үлкен кафедрамыз бар, фортепиано бар, оларда скрипка да бар, барлығы да бар. Яғни мынау эстрадалық симфониялық оркестрлердің, жаз оркестрлерінің орындаушыларын дайындаймыз. Сондықтан мен кеше мынау өнерсүйер қауымның алдында тапсырғам. Енді біздің 4 күзіміз түгел отыр. Біздің ғылыми кеңесіміз, оқытушылық, профессорлық құрам сіздердің аттарыңыздан мынау біздің ғылыми кеңестің шешімі бойынша Айман Қожабекқызы Мұсаходжаева, Қазақ ұлттық өнер университетінің ректоры, Қазақстанның еңбек ері, ғылыми кеңестің шешімі бойынша мәртебелі профессор, почетный профессор атағы беріліп жатыр. Табыс етуге рұқсат етіңіз. Құтты болсын. Дәл осындай дүние енді елбасымыздың мынау мәдени саясатқа байланысты керемет сарабдалы шешімдер саясаты жүріп жатыр. Сондықтан соның біреуі Құрманғазы атындағы үлкен біздің қазақ музыкасының қасиетті шаңырағында бас дирижер болып, жазда ғана Құрманғазы атындағы Қазақтың ұлттық консерваториясының ректор болып тағайындалды. Виртуоз домбырашы, дирижер Арман Желебаевқа біздің ғылыми кеңестің шешімі бойынша Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының құрметті профессоры деген атақ беріп жатырмыз. Мәртебелі. Арман Желебаев бірінші рет құрметті профессор болып жатыр. Айман Қожабекқызының бұл туралы тәжірибесі өте зор. Тек Қазақстан емес, шетелдегі бірнеше университеттердің, консерваториялардың құрметті профессоры. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, оқытушылар, бүгінгі жиынға арнайы жиналып отырған қадірменді қонақтар. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың осы жуырда ғана жарық көрген ұлы даланың 7 қыры деп аталатын мақаласы ұлттық құндылықтарымызды дәріптеудің озық үлгісіне айналып үлгерді. Аталмыш мақала ұлт көшбасшысының осыдан 1,5 жыл бұрынғы болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламалық мақаласының заңды жалғасы болып табылады. Рухани жаңғыру жалпыұлттық бағдарламасының жаңа компоненттері ата-бабаларымыздың көп ғасырлық мұрасының цифрлық өркениет жағдайында түсінікті әрі сұранысқа ие болуын қамтамасыз ете отырып, оны жаңғыртуға мүмкіндік жасады. Төл тарихын білетін, оны бағалайтын, мақтан ететін халықтың жарқын болашағы бар екендігін елбасы тура нақты көрсетіп берді. Өткенін мақтан тұтып, бүгінін нақты бағалай білу және болашаққа оң көзқарас таныту еліміздің табысты болуының кепілі екендігін жан-жақты түсіндірген болатын елбасымыз.
Ал енді ғана жаңа жазылған Ұлы даланың жеті қыры мақаласында келтірілген деректер мен дәйектер, құндылықтар мен мәдени мұралар ұлтымыздың әлем өркениетіндегі орнын айшықтауға бағытталған ауқымды қадам болады деп есептейміз. Бәріміз ұлтқа, мемлекетке қажетті жақсы жұмыстарды атқаруымыз керек. Біз сол үшін жинап отырмыз. Сондықтан біз елбасымыздың осы көрсетіп берген мына дүние бұл кәдімгі кәсіби жүйелі түрде көрсетілген механизм. Енді осыны іске асыру сіз бен біздің қолымызда. Нақты көрсетіп берді, қалай болатындығын, не арқылы болатындығын, қалай жасауға болатындығын. Сондықтан мен ойлаймын, осында отырған әрбір азаматтың көкірегінде сондай бір әлі арман бар, мақсат бар. Осы елбасының көтерген мақаласына, тарихи мақаласына үлес қосып, тек үлес қосу емес, кәдімгі із қалдыру. Сондықтан бүгінгі біздің жиынымыз осыны көздейді. Қазір жиынның соңында біз меморандумға қол қоямыз. Сондықтан рұқсат болса, сіздердің қошеметтеріңізбен біздің академиямыз су жаңа құрметті профессоры, Қазақ ұлттық университетінің ректоры, әлем әртісі, Қазақстанның еңбек ері Айман Қожабекқызы Мұсақожаеваны. Я сегодня очень счастлива прийти в Академию имени Темирбека Жургенева на встречу с коллективом в рамках послания «Семи граней Великой Степи». И, конечно, мы все казахстанцы, все мы патриоты своей Родины, и всегда хотели, чтобы у нас была национальная идея. Ну, со времен, когда мы вступили в эпоху независимости, эта мысль витала всегда в воздухе, и у всех она была на устах. И все думали, каким же образом, если до этого были какие-то идеи другой страны, Советского Союза, то теперь в эпоху независимости каждый казахстанец мечтал о том, чтобы поднять дух народа, поднять дух казахстанцев и найти эту идею. И мне кажется, что вот именно президент своим посланием, Рухани Жангару, своим обращением и сегодняшним продолжением «Семи граней», он нашел эту прекрасную идею возрождения культуры, идею возрождения духа казахского народа. И прежде всего эта идея заключается в том, что мы обращаем свои взоры на нашу историю, на наши истоки. А действительно, истоки, они вот так прописаны хорошо от тех древних времен, когда в степях возникали наши племена, от того зарождения всех ремесел, которые на сегодня являются нашими известными культовыми ремеслами, которые характеризуют нашу нацию как культуру. И от всего того, что сегодня мы имеем, к той цивилизации, к которой мы пришли, и к тем достижениям, то, конечно, это очень вдохновляет и очень это облагораживает, и всех нас призывает к работе. Елбасының осы жеті қыры атты мақаласында фольклор мен біздің ұлттық аспаптарымызды, оның ішінде қобыз бен домбыра, біздің сасырнайымыз, сыбызғы, тағы да қыл-қобызымыз, тағы да басқа ұлттық біздің қаншама құндылықтарымыз бар, қаншама аспаптарымыз бар. Соны біз қазірден бастап үлкен, біздің еш елден ұялмайтындай біздің қазіргі таңда үлкен осындай аспаптарымыз бар. Ол сонау Ахмет Жұбановтан бастау алып келеді. Сонау Болат Сарыбаевтан бастау алып келеді. Қазір мұң күй деген антология шықты. Ол мұң күй біздің қазақтың қаншама әлі зерттелмей жатқан, қаншама жарық көрмеген, қаншама күйлеріміз бар. Соның бәрін қазіргі заманға сай жақсы форматта шығарып, оны жастарға насихаттауға үлкен бізге тапсырма беріп отыр. Міне қандай сіздердің алдарыңызда отырған ұстаздарыңыз бар. Баршалары сіздерге, сіздің алдарыңызға, ол бізден алған тәлім-тәрбиені сіздерге беріп жатыр. Мен ойлаймын, біздің мынау жастарға өте ол үлкен кінә болады, ұят болады. Егер де сіздер қазіргі заманда өздерінің талаптарын, қазақ халқы өте талапты халық қой. Енді талаптылығының өзіне көзім жетіп отыр. Кешегі елбасымыздың жолдамасы бойынша енді біздің маңдайымыз жарқырап, қандай ел екенімізді, қазақ деген кім, төп аталары қайдан шыққан, бұлардың не деген жақсылығы бар, не деген кемшілігі бар деген үлкен сұрақтардың бәріне
жауап қайтарылып отыр. Жүсіпбек Аймауытов біз оққан жоқпыз. Жүсіпбек Аймауытов айтады, мәдениет деген өз ұлтын өліп өшіп сүю. Мәдениет әдемі киініп сыпайы сөйлеу емес екен. Өз ұлтым дейді, жанындай өліп өшіп сүю. Ал Толстойды оқыдық қой. Міне, безразличие, душевная подлость деді. Біз кішкентайымыздан соны жазып алып оқитынбыз. Біз бір-бірімізге онда отырғандар айтпасақ та түсінеміз. Бірақ енді қолдау ашылды, жол ашылды, президент айтты, осының барлығы жақсылықтарға әкеледі деп сенеміз. Біздің Жүргеновтердің неге ұлт үшін кеткенін білесіздер, осы жерде оқығандар, Жүргеновтің аруағы үшін деп кіру керек есіктен. Енді рұқсат болса мен бір жақсы сәтке осыны іске асыру үшін біз бір-біріміздің ортамызда қазір меморандумға қол қояйын деп жатырмыз. Сондықтан соған кезек берейік.